Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыстық салат баклажаннан жасалған тойымды әрі дәмді, нанға жағып тұрып жейтін салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеода салаттың жасалу жолы толық түсіндірілген, сондықтан видеоны жылжытпай соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттерді төменде описанияда жазып қалдырамын. Баклажанды ортасынан бөліп, осылай көбіктап, үлкен де емес, кіші де емес, осылай орташа етіп тураймыз. Кейін барлығын бір ыдысқа салып, артық суы бөліну үшін тұздап араластырып қоямыз. Кейін бізге пияз қажет болады. Пиязды да орташа етіп тураймыз. Бұл салаттың жақсы сақталуы үшін жаңағы көкөністердің барлығы толығымен піскен және де шірімеген түрін таңдауымыз қажет. Болгар бұрышында көбіктап, орташа етіп турап аламыз. Қызанақты да көбіктап тураймыз. Кейін чеснокты ұсақтап, болмаса қышқыштан өткізсеңіздер болады. Енді салатты жасауға кірісеміз. Сұйық май құямыз. Кейін май міндетті түрде қатты қызу қажет. Содан соң пиязды салып, жақсылап сары түстес болғанша 20 минуттай қуырамыз. Міне осылай жақсылап қуырылды. Енді жаңағы дайындаған қызанақтарымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, 20 минуттай қайнатамыз. Ыдыстың қақпағын жаппаймыз. Қатты отта жақсылап араластыра отырып 20 минуттай қайнатамыз. Міне осылай қайнағаннан кейін болгар бұрышын саламыз. Оны да жақсылап араластырып 20-25 минуттай қайнатамыз. Міне қайнағаннан кейін баклажанды саламыз. Баклажанның түбінде шыққан артық суын құймаймыз. Осылай үстінен ақырын ғана көтере отыра араластырамыз. Енді ыдысымыздың қақпағын толығымен жаппай, жартылай ашық етіп жауып, бір қайнағаннан кейін татымына қарай тұз, қантын қосып, жақсылап араластырамыз. Дәмін көріп аласыздар. Кейін тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Енді шамамен бұл 50-55 минуттай пісу қажет. Түбі жабысып қалмас үшін жақсылап араластырып отыру қажет. Не кейін піседі деген уақытта чесногын салып, араластырып, тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Енді банкаларымызды дайындаймыз. Мен мұнда жарты стакан суға 1 шай қасық көлемінде уксус салып, осылай жақсылап шайқап алдым. Болмаса буда қайнатсаңыздар болады. Не салатымыз дайын болды. Яғни піскенін жаңағы көріп тұрғаныңыздай майы бетіне қарай шығып тұрады. Яғни бұл салат дайын болды деген сөз. Кейін егерде көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, астын баяу отқа қойып, өшірмей салат суып қалмас үшін баяу отта қойып қоясыздар. Салат суып қалмау қажет. Енді міне осылай жақсылап араластыра отыра банкаларға салаттың барлығын құйып аламыз. Бұл салаттың атылмай жақсы сақталуы осы көкөністердің жаңа айтып кеткенде шірімеген, жақсы піскен түрін таңдауға жететін біріншіден, екіншіден осы жақсылап пісуі қажет. Кейін барлығын құйып алған соң қақпағын жауып, осылай төңкеріп, жылы етіп бір күнге жауып қоямыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.